Малайзияда тек қана алғадайлықтың туы түспеді. Қол соғып таң қалды. Двойной бриллиантта, изумруд основатель бриллиантта барлығы алғадайлықтан болды. Ол не деген сөз? Қандай меншік болса да, қандай қымбатшылық болса да, ештеңеге қарамай қайтпастықтарынан осындай уровеньдер шығып жатыр деп ойлаймын. Системаның мықтылығының арқасы. Система деген не? Система деген адамның күнделікті режимі сияқты. Бұл кісі 1 жылға, 10 жылға, 20 жылға, 30 жылға план қойып тастаған адам. Өзіне система жасап алған адам. Сол системаға ілінген адамдар ілініп тірлігін жасап жатыр қазір. Сонда біз қазір өте үлкен командадамыз. Ары қарай, мына біздің путешествияларымыз, семейный путешествие, жеке барған, командамен барған путешествие, Шанхай, әртүрлі мемлекеттерде. Соңғы путешествиеміз мынау Малайзия, соңғы барып қайтқанымыз Катар. Катарда бір күн болдық. Су сәл салқындау екен, олар үшін көктемеген, соңында да суға түстік, мотивация үшін. Күшті болды, жақсы, күшті, берекке бардық. Әдемі қалай екен, көретін нәрселер көп екен. Неше түрлі брендтерді сатып алды біздің қыздар, жігіттер. Енді бүгін айтып үлгере алмай қалды, небір брендтерді сатып алды. Енді ол да біреу үшін мотивация. Понимаете? Біздің мотивация солардың алып жүргені, солардың солай рахаттанып жүргеніне қарап, біз де рахаттандық. Неге? Кезінде біз соны армандағанбыз. Біз кезінде айтқанбыз, кезінде бұлай болады деп ше. Сен самом деле ақша бар жерде табуға болады. Бар жерде табуға болады, ақша бар. Қазіргі уақыт, қазіргі заман. Баяғыда космонавт боламыз деп өсетіміз. Қазіргі заманда, қазіргі уақытта космос важный емес, космонавт важный. Космостың бар екенін түсіндік, байлықтың бар екенін түсіндік, жіптердің бар екенін түсіндік, дүнияның бәрін көріп жатырмыз, көзіміз ашық. Интернет деген әлем, ол келді, просто біреу оңына қолданып жатыр, біреу терісіне қолданып жатыр. Оңына қолданған не түсіндік, что байлықтың, бақытты, бақуатты өмірді создавать етуге болатынын көзімізді ашып, ешқандай шекараның жоғын көрсетті. Біреу пайдаланып жатыр, біреулер тек қана тиктокта құлағымен жылағанды ғана көріп отырғандар да бар. Өмір солай. Ешкімді кінәламаймыз ол үшін. Сондықтан да бүгінгі күнде космонавт дегеніміз ол сізсіз. Бұл әлем бар, байлық бар, дүние бар, барлығын Алла беріп қойған. Енді соған космонавттың жағдайы дұрыс болу керек болып тұр. Космосқа ұшу үшін де адамның денсаулығы керек. Космосқа ұшу үшін де дайындық керек. Космонавттарды қалай дайындайтынын көрсеңіз, сіз түсінесіз. Мына бизнеста біз не айтып жатқанымызды. Біз сізді соғысқа шақырып жатқан жоқпыз. Бұл бизнес қиын емес. Бұл бизнес тек қана адам өзі қандай соны ашатын жер. Қандайсыз сол ашылады болды. Түсінесіз бе? Сіз қандайсыз сол ашылады. Сол ашылған уақытта соны қабылдап, кінәламай, ал мен айта алмайды екен, мен сөйлей алмайды екен, мен билей алмайды екен, мен анау сияқты бола алмайды екен, кінәламай, сол барды, ақырында өзгерді, ақырын икемделіп, икемделіп бар, мына жерден ақшаңызды да тауып, сол көрген дүниеңізді, сол космосқа сіз шыға аласыз. Түсіндіңіз бе? Түсіндіре алдым ба? Бәріміз бірдей болу міндет емес. Мына жерде мына сөзге мән берсеңіздер. Көп адамдар бізде бизнесті айтқан кезде, маған да осы бизнес келген кезде, бағана Динара выступать еткенде айтты, өмірі басы жастыққа тимей ұйықтап қалатын абай ұйықтамай қалды деп. Ол любой адамның басында өтті деп ойлаймын. Любой, мен осындай BBS семинар декабрь айында қатысқан кезде семинардан келіп 3 күн ұйықтамадым. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де миым ашылып кетті. Миым патологым ашылғанда не істеймін, кімді қосам, ақшасы бар адам керек па бұған деген сияқты менің миым қайнағанда таныс керек па. Сонда менің история бұл өзгермейді. Бұл история өзгермейді. Сіздің бірінші класс класстастарыңыз өзгермейді. 11-ді бітіргендер өзгермейді. Курстастар өзгермейді. Түсінесіз ба? Ата-ана өзгермейді, бауыр өзгермейді. Сол сияқты история да өзгермейді. Менің историям солай. Мені шақырушы адамға ризамын, қазіргі күнде сыйласамыз, араласамыз, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Сонда маған айтқаны, сіздің қолыңыздан келеді ғой деді ғой. Мен негізі қазір бәрі айтады ғой, батырлық, не деген шыдамдылық, батырлық, ол батырлық деп ойламаппын мен даже. Просто надо деп жазамыз. Түсінесіз бе? Сіз қазір батырлық деп қарамаңыз бұған. Сізге қажеттілік деп басқаршы, қажеттілік деп жасасаңыз бизнесті болады. Сіз қорықпаңыз, мен всегда айтам барлық партнерға. Каждый раз айтам, алаңдап, жалақтап, жан-жағымызға қорқақтап болдық деп ойлаймын.
интернеттің әлемі ашылған уақытта көштен қалғандай, жүрегіміз ауырып, как будто елдің бәрі уже жасап қойғандай, біз ештеңе істемей жүргендей, өзімізді өзіміз жеп, өзімізді біреулерден кемсітіп, біз ол этаптан да өтіп болдық деп ойлаймын. Енді жаңа келген адамға да айтарым, ешкіммен мына жерге шыққан каждый партнер, осы жерге шыққан әрбір адамды мен сізден күшті міне көрдің ба деп көрсетуге әкелген жоқпыз. Ол күшті емес, ол өз өмірінде күшті, ол өз семьясында күшті. Сізге күшті емес, сіздің өміріңізде сіз күштісіз. Себебі сіз тірлік жасап жүрсіз, ойлаңызшы. Сіздің өміріңізде сізді ешкім арқалап, осы жерге дейін ешкім арқалап әкелген жоқ қой сізді. Осы уақытқа дейін. Осы уақытқа дейін сіздің кредитіңізді біреу төледі ма? Осы уақытқа дейін сіздің бала шағаңызды біреу бақты ма? Жоқ. Қиыншылықтар болсын, жақсылығы болсын, жамандығы болсын, бәрін өзіңіз өттіңіз. Ешкім сізді арқалап әкелген жоқ осы жерге дейін. Осы уақытқа дейін өмір сүріп, осы уақытқа жеттіңіз ба? Сіз мықтысыз. Сондықтан мына сахнаға шыққанның бәрін біз керемет сұмдық деп тұрған жоқпыз. Просто адамдар жасайды екен ғой, анандай профессияда бар екен ғой, арақ ішкенде жасайды екен ғой, төбелескіште жасайды екен ғой, темекі тартқышта жасайды екен ғой, дипломы жоқта жасайды екен ғой деген доказательствомен ғана шығарамыз сахнаға. Соны дұрыс түсінсеңіздер, біздің кезімізде бізде страх болмапты. Біз тек қана сол адамдарға ғашық болған екенбіз. Не деген соның историясын жылайтынбыз. Сонымен бірге жылайтынбыз отырып историясын тыңдап. Расымен де деп Алланың қайғырып история. Қазір адамдар кінәлай алмаймын, бірақ информация потолок болып кетті. Информация потолоктан асқандықтан адам өзін контроль ұстай алмай. Мына бағана Айнұрдың, мына талант Айнұрға мен рахмет еткім келеді. Туған туысының ішінде Шәкеннің бала шағасы бауырым келінім ғой. Ризамын, рахмет. Бүгін қандай күшті выступать етіп жатыр да. Сонда қарап тұрсаңыздар, туған туыстың ішінде басқа жерде жаңа нам туралы айтып жатыр ғой. Біз білеміз, что бір нәрсені артық жесең, оның өзі де зиян екен. Демалыс көп болып кетсе, ол да зиян. Дүнияны қаптатып 10 кило кисең, ол да зиян кейде. Қайсың керін білмей нервің ойнап тұрады. 10 сумка болса, ол да зиян. Тып-тыныш бір сумка болса, бір сумканы ұстап жүресің. Мысалы дегенім ғой. Сондықтан мына информацияның потолоктан асып кеткен сондай адамдар қорқыталмай, қашан соған отырып алғанын, как зависимость пайда болғанын білмей қалса, енді содан шығамай тұр. Киноларды көреді, елдердің өмірін көреді, өзін больно санайды, өзін кінәлай бастайды. Неге? Кешегінде ғой, неден путешествиеден келгеннен кейін елдің бәрі мынандай роль түсіре бастады. Бүйтіп барады, қазанда шат түгі жоқ, чайнекта шат түгі жоқ, мана түгі жоқ, реально же это реально. Ал біз ана жерде жақтыртпай қалдық қой. Бизнес лаунж деген күніне 2 рет кіресің.